Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді, қатпарлы, қытырлақ самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге електен өткізілген ұн, су және тұз керек болады. Ең алдымен суымызға тұзды қосып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнның үстін шұңқыр қыламыз да үстіне судың барлығын құйып, жақсылап қолымызбен тығыз қатты қамыр илейміз. Қамырымыз біріккен соң қамырды дастарханға қоямыз да қолымызбен осылай илеп шығамыз. 10-15 минутта илейміз. Біздің қамырымыз 10-15 минут илеген соң осындай біркелкі болып жиналады. Сосын бұл қамырымыз одан әрі жұмсақ болуы үшін пакетке орап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды пакеттен шығарамыз да, содан соң қамырымызды сопақша етіп, бірдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз жарты сағат пакетте тұрғанда біркелкі болып, бір-біріне бірігіп әдемі болып тұрады. Мен қамырдың барлығын граммен бөлдім. Сіздер де граммен бөлсеңіздер, қамырларыңыз бірдей болып шығады. Бірдей болып бөлінген қамырларымыздың барлығын домалақтап шығамыз. Енді қазір біз екі қамырды бірге жаятын боламыз. Сол үшін 4 зуаламызды пакетке салып қоямыз. Беті қатайып қалмау үшін салып қоямыз. Мен екі қамырды бірге жаятын боламын. Сіздер бөлек-бөлек жайсаңыздар да болады. Екі қамырға ұн сеуе отырып жаямыз. Өте жұқа емес, өте қалың емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Міндетті түрде екі қамырды жаған кезде ұн сеуіп отырыңыздар. Екі қамырымызды орташа қалыңдықта осылай жайып аламыз да, бетіндегі бір қамырын алып тастаймыз. Енді самсаға май жағатын боламыз. Біздің майымыз міндетті түрде осындай бөлме температурасында еріп тұруы керек. Газға немесе микроволновкаға қатты ертіп жіберуге болмайды. Самса жасағандағы ең қатпарлы болуының себебі осы: майымыз бөлме температурасында болуында екен. Сол үшін бөлме температурасында тұрған майды жағу керек. Майды біркелкі етіп жағып болған соң үстіне жаңағы қамырды, жайылған қамырды төсейміз де ауасын шығарып тастаймыз. Содан соң оның бетіне тағы да жұқалап сары май жағып шығамыз. Енді қамырымызды тығыз қылып орап шығамыз. Орағанда ішінде ешқандай ауа қалып кетпеуі керек. Осылай ауасын шығарып тастап ораймыз. Енді рулетке ұқсатып оралған қамырымызды тура осылай тоңазытқышта немесе мұздатқышта сақтасаңыздар болады. Немесе мен сияқты асығыс болсаңыздар, жеке-жеке жіппен кесіп алсаңыздар болады. Бұл жерде пышақпен кесуіңізге болмайды, өйткені май қазір ғана жағылған соң май сыртына шығып ағып кетуі мүмкін. Сол үшін жіппен кесіңіздер. Осылай әрқайсысын жіппен кесіп аламыз. Енді барлық қамырларымызды тақтайға тізіп қойып шығамыз да, бетін целлофанмен жауып, тоңазытқышта жарты немесе 1 сағаттай ұстаймыз. Біздің тоңазытқышта қамырларымыз тым қатты болып қатып қалмасын, өйткені жаюға ыңғайсыз болады. Әшейін осындай май қатса болды. Енді әр қамырды алып, домалақтап жұқалап жаямыз да, салмасын салып, түйіп самса жасай береміз. Бұл самсаның салмасына әртүрлі салма сала берсеңіздер болады. Менде картоп қосылған салма болды. Енді дайын самсаларымызды протеинге тізіп шығамыз да, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқа жағып болған соң үстіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Немесе тмин сепсеңіздер де болады. Мен бетіне мак сеуіп шықтым. Самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз.
Біздің самсаларымыз өте қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Егер де сіздердің самсаларыңыз дұрыс шықпай жүрсе, тура осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міне, дауысын қараңыздар, өте қытырлақ. Самсаларды міндетті түрде дайындап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Раушан.